Алдыңғы видеода менің арнама тіркелген жігіттердің тізімдері. Егер де достар сіздер де өз аттарыңыздың осы жерден көрінгендерін қаласаңыздар, тек қана арнаға тіркеліп, күшті комментарий жазып, лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Және де достар сіздерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Менің арнамды күн сайын осылай қолдап, күшті лайктарыңыз басып, коммент қалдырып жатқандарыңызға. Алдағы уақытта мен керемет видео шығаруға тырысатын боламын. Мені қолдай беріңіздер, ал видеоны көре беріңіздер. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Але. Қалайсыңдар достар? Короче, Free Fire, яғни Гарена бізге Россия регионына жесткий заттар и дерзкий халявалар бермекші. Оның ішінде олдский футболкалар және де кюповский наборлар бар, тағы да оружияларға скиндар, тағы да басқа ұсақ-түйек халявалар да бар. Егер де ол наборларды, халяваларды, скиндарды қалай алады және қашан шығатынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік. Приятного просмотра. Ең бірінші қосылуы мүмкін нәрсе олдский футболкаларға арналған осындай джекпот. Реально, достар, олдтар жылайтын шығар, менімен келісесіңдер ма? Бұны бізге обязательно қосу керек, өйткені бұл джекпот Россия регионынан басқа, абсолютно басқа регионда, барлық регионда бар. Егер де бұны қосса реально дерзкий болар еді, четкий мына футболкалар мына жерде абсолютно чемпионат мираларда барлық елдердің футболкалары бар, маған четко ұнайды. И мына жерде бізде түсіріп алуға возможность өте көп, өйткені бұл жерде фрагменттер өте аз, и мына жерде бірге шортигінді дәл таңдап алып алсаңыздар болады. Басқа региондарда бұл өте арзан, дәл осылай болып 20 алмазға бірінші попыткадан айналдырып жіберуге болады, бірақ түсуі өте оңайлау сияқты. Қарасаңыздар, мына жерде азғантай бізде дейтін фрагменттер, сондағы мына жерде енді Мессидің футболкасы и Мбаппенің футболкасы. Келесі бізде қосылу мүмкін нәрсе осындай бір халявыға Скар Купидонның скинін және де АК-ға осындай кереметтей скинді алуға болады, достар. Бұның біздің регионда пайда болуы 30 немесе 25%, но мен мынаны точно қосады деп айтпаймын, бірақ та осындай болжамдар бар. Осы болжамдарға сене отырып, әр нәрседен іздене отырып тапқаным осы. Егер қарасаңыздар, мына жерде бізге осындай разноцветный батпырауықты жинау керек, но біз жинасақ, мына жерде уже қыздың наборын, аяқ киімдерін бәрін бөлек, ал 30-ны жинасақ уже бізге Скар Купидонды на халяву бермекші. Бірақ бұны алдындағы бір обновлениеде көргендер, обновление емес, событияда 6 победа алса комната береді деген события болған болатын. Бізге де дәл осылай адамның жанын қинап 30 победаға Скар Купидон сондай етіп беретін болар. Әйтпесе Гаренада тупой емес, бізге дейтін 30 батпырауыққа ғана Скар Купидонды беріп қоятын. Ал бірақ бұның біздің регионға шықпасын тек қана Гаренадағылар шешеді. Ал мен тек қана болжамдарды сіздерге жеткізіп отырмын. Но бізге бұны қосса четко болады. Бірақ та бізге Скар Купидон вообще халява оружие сияқты болып кетеді. Бірақ оның навиктарын түсіріп тастауы мүмкін, өте жаман қылып тастауы мүмкін. И келесі достар, бізде осындай Скарға скин қараңыздар, электронный брандай бір эффектісі бар, керемет секілді, бірақ қандай навигі бар, урон, точность, дальность, ештеңесін білмеймін. Ал бұны басқа региондарда қосып жатыр, бірақ ол жақта да особо ақпарат жоқ, қандай қосып жатыр, оружие немесе инкубатор. Бұны меніңше оружиеға береді, или тоже жаңағыдай Скар Купидон сияқты заданияға беру мүмкін. Бұл жалғыз өзін инкубаторға қоспайды деп ойлаптым. Қасына тағы да бір нәрселер қосып, инкубаторға немесе жестко етіп қосу мүмкін, немесе оружие джекпотқа просто етіп қосып жіберу мүмкін. Но бұны енді Скар Купидон берсе, бұны бермей қалу да мүмкін, немесе бұны алдын ала беріп, содан кейін Скар Купидон беріп қалуы мүмкін. Бірақ екеуі де қатар беру мүмкін емес секілді, екеуінің біреуін бермей қалу мүмкін, достар. Менімше Скар Купидонды бермей, осы скинді беріп қалу мүмкін. Ал бұның біздің регионда шығу проценті 50-50. Келесі бізде обязательно қосылуы тиіс керек, короче. Осындай кюповский киімде киген бір мужик, короче, мужской набор. Бізге дейтін осы тез арада, жақын арада қосуы керек. Бұны алу үшін біз дәл осылай клубный модник сияқты 9 кристалдан 799 кристалға дейін айналдыруымыз керек сияқты, немесе оның екінші түрі бар, ол мынандай. Келесі осы наборда алудың жолы бізде
зомби самурай сияқты 80 алмазға ауыстыру керек сияқты вроде. Но екі түрі болжамдалуда, бірақ оның қайсысын шығаратын белгісіз, бірақ бұл наборды бізге точно шығаруы керек. Но точно шығарады, өйткені барлық ВК группаларда және де бүкіл ютубта да осы набор және де оның қасында катанасы бар достар. Қараңызшы, екі главный приз болуы мүмкін. Сізге қай жол тиімді, жаңағыдай ма или дәл осылай ма? Маған меніңше осы сияқты, өйткені екі главный приз бар және де қасында четкий катана бар. Ну, керемет. И бізге жақын арада осындай Free Fire халява бермекші, яғни сары клетчатый көйлек және де қызыл көк араласқан клетчатый көйлек и парашют и тоже фрагменттер және де медальдарды осы сезонның медальдарын бермекші, бірақ та осы сезон бітуге аз қалды, бұны точно бермеу мүмкін, но бір-екі күндікте шығарып қалуы мүмкін. Барлықтарыңыз дайын болыңыздар және де осындай простой обычный халява. И все достар, жақын арада шығатын халявалар, скиндар, но мүмкін нәрселердің барлығын Free Fire'да соңғы жаңалықтарды сіздерге айтып жеткізуге тырысқан болатын. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, давайте достар, көптеген лайктарыңызды басып, арнаны тіркеліп тастайық. Мен осы жаңалықтарды шығару үшін көптеп ізденіп тырысқан болатын. Давайте сол еңбегімді бағалап, арнаны тіркеліп тастайық. Сіздермен бірге болған мен Але қош, сау болыңыздар достар.